Сәлеметсіздер ме, құрметті Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің білім алушылары. Менің аты-жөнім Сүлейменова Назерке Маратқызы. Биология кафедрасының оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұл Қазақстандағы биологиялық алуан түрлілік жағдайы. Жоспар бойынша бүгін біз Қазақстандағы өсімдіктер түрлерінің саны, қызыл кітапқа енген түрлер саны және соңғы жылдары жойылған өсімдіктердің түрлерін және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер флорасының құрамындағы пайдалы, дәрілік, мал азықтық, техникалық, тағамдық өсімдіктердің негізгі түрлерін және де Қазақстандағы кәсіптік ауланатын сүтқоректілер, балықтар және құстар, олардың жағдайын қарастыратын боламыз. Бірінші, Қазақстандағы өсімдіктер түрлерінің саны, қызыл кітапқа енген түрлер саны және соңғы жылдары жойылған өсімдіктердің түрлерін қарастырамыз. Қызыл кітап бұл халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабы халықаралық дәрежедегі құжаты болып табылады. Қызыл кітапқа сирек кездесетін, жылдан жылға азайып, не жойылып бара жатқан айрықша қорғауды қажет ететін жануарлар мен жаңағы өсімдіктердің түрлері тіркеледі. Жануарларды халықаралық дәрежеде қорғау мәселесі 20 ғасырдың бас кезінде қолға алынды. 1902 жылы Париж қаласында алғаш рет құстарды қорғаудың халықаралық конвенциясына қол қойылды. 1948 жылы ЮНЕСКО-ның жанынан халықаралық табиғат қорғау одағы ұйымдастырылды. Халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітапты 1966 жылы тұңғыш рет 2 том болып шықты. Оның бірінші томында сүтқоректілердің 211 түрі, екінші томда құстардың 312 түрі жаңағы деректер берілді. Бұл кітап күнтізбе парақтары тәрізді арнайы жасалды. Түрлер 4 категорияға топтастырылды. 1966-71 жылдары қызыл кітапқа тіркелетін түрлер туралы мәліметтер қайта толықтырылып, екінші басылымы 72 жылы, үшінші басылымы жарияланды. 78-80 жылдары 4-ші басылымы 5 том болып жарық көрді. Оның бірінші томы сүтқоректілерге арналып, оған сүтқоректілердің 226 түрі мен 79 түр тармағы, екінші томында құстардың 185 түрі мен 77 түр тармағы, және үшінші томда қосмекенділердің 41 және бауыр мен жорғалаушылардың 105 түрі, және төртінші том балықтарға арналып, балықтардың 194 түрі мен бесінші тома жоғары сатыдағы өсімдіктердің түрлеріне арналып 25 000 түрі тіркелді. 1980 жылдары бұрынғы томдар негізінде қызыл кітап қайта шығара бастады. 1980 жылы шыққан қызыл кітапта омыртқасыз жануарлар туралы мол мәлімет берілген. Жойылу қаупі төнген түрлерді сақтап қалу үшін оларды зоологиялық парктерде қолдан өсіріп, көбейту шаралары қолға алынған. Соның нәтижесінде соңғы қызыл кітапқа тіркелген сүтқоректілердің 97, құстардың 39 және қосмекенділер мен бауыр мен жорғалаушылардың 37 түрі дүниежүзілік зоологиялық парктерде қолдан көбейтілген. Халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабын шығаруға құстардың қорғау жөніндегі халықаралық кеңес, су құстарын зерттейтін халықаралық бюро, жануарларды қорғау жөніндегі бүкіл әлемдік федерация және тағы басқа ұйымдар қатысады. Қызыл кітап табиғат қорғаудың негізгі іргетасы, экологиялық білім мен тәрбие берудің қайнар көзі болып табылады. Енді келесі жоғары сатыдағы өсімдіктер флорасының құрамындағы пайдалы, дәрілік, мал азықтық, техникалық, тағамдық өсімдіктердің негізгі түрлерін қарастырамыз. Қазақстанда өсімдіктердің 6000-дай түрі бар. Оның 2000-нан астамы балдырлар, 5000-дайы саңырауқұлақтар, 600-ге жуығы қыналар, 500-ге жуығы мүк тәрізділер және 6000-нан астамы жоғары сатыдағы түкті өсімдіктер.
Қазақстан микрофлорасының құрамындағы түрлердің 4,8% эндемик болып табылады. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің түр байлығы интродукцияланған. Мәдени дақылдармен кездейсоқ әкелінген 500-ден аса түрлерді қоспағанда 161 тұқымдасқа 1120 туысқа жататын 6100-ге жуық түрден тұрады. Оның ішіндегі 730 түр тек Қазақстанда өсетін эндемиктер. Бұлардың ішіндегі ең ерекше 12 монотипті туыс бар. Олар физандра, рафидофитон, жалған шөлмасақ, жалған шандра, тобылғы гүл, птеригастемон, пастернаковник, тоғайы, шолақтауя Қазақстан флорасындағы түрлердің басым бөлігі кездеседі. Алғашқы құрлықтық өсімдіктердің қалдықтары оңтүстік Балқаш өңірімен бұрын тауда жоғарғы ордовиктік қатпарлардан табылған. Олар плаун тәрізділерге жататын агдалофитон, карадоки мен қырықбуынға жататын саритума татианы, бұлар шамамен 450 миллион жыл бұрын тіршілік еткен. Қызыл кітапқа тіркелген өсімдіктер тізімі Қазақстан өсімдіктер әлемінің асыл қазынасы. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында адамзат алдында өсімдіктер әлемінің қорғауға тікелей кірісу туралы мәселе туындады. Дүние жүзі көлемі және жекелеген мемлекеттер ішінде жануарлар мен өсімдіктерді қорғау туралы комиссиялар құрылып, сирек кездесетін және құрып бара жатқан түрлер тізімі жасалды. Қызыл кітап бұл қауіп қатер дабылы түрдің бұл кітапқа енгізілуі оған ерекше көңіл бөлу керек екендігін білдіреді. Көбіне арнайы қорғау шаралары қажет. Әйтпесе түрдің мүлдем жоғалып кетуі мүмкін. Қазақстан үкіметі 1978 жылдың қаңтарында қызыл кітапты құру туралы қаулы шығарды. Мүк, қына, саңырауқұлақтарды қосқанда құрамында 300 түрден аса өсімдіктер бар. Кітап 1981 жылы академик Быковтың жетекшілігімен жарық көрді. Қызыл кітапқа енгізілген өсімдік ерекше қорғауға алынады. Оларды жинауға тыйым салынған. Тек ерекше жағдайда арнайы рұқсатпен ғана болмаса оларды өсімдіктерді, қызыл кітапқа енген өсімдіктерді жинауға болмайды. Енді пайдалы дәрілік мал азықтық техникалық тағамдық өсімдіктердің негізгі түрлерін қарастыратын боламыз. Жалпы техникалық дақылдар дегеніміз кез келген мүшелерінен өндіріске қажетті шикізат алуға болатын өсімдіктер. Талшықты өсімдіктер де техникалық дақылға жатады. Техникалық дақылдардан қант, крахмал, май, өзге де қажетті заттар алынады. Алайда техникалық дақылдарды өзге мәдени дақылдардан ерекше шектеп қарауға болмайды. Өйткені техникалық дақылдардың тағамдық, сәндік, азық-түліктік қасиеттері де болуы мүмкін. Енді өсімдік түрлеріне келетін болсақ, бірінші өпілмәлік, немесе оны клещевина деп атайды. Көп жылдық сүттіген тұқымдас қосжарнақтылар класына жататын техникалық дақыл. Ол биіктігі 10 метрге дейін жететін бір үйлі өсімдік. Бірінші жылы сабағының биіктігі 600-500 метр аралығында сантиметрге жететін күзгі салқында тіршілігін тоқтатады. Сабағының іші қуыс, буын-буынды, көп бұтақты болып келеді. Жапырақтары үлкен, ұзын, сағақты. Келесі бұйда кендір, немесе оны канатник дейді. Құлқайыр тұқымдасқа жататын бір жылдық шөптекті өсімдік. Оның жапырағы, гүлдері ірі болады. Күлтесі сары түсті, жемісі 11-30 ұялы қауашақ. Қауашақтың ариясында 3-5-ке дейін ұсақ тұқымдары болады. Бұйда кендірдің сабақтарында 17-27% аралығында талшық бар. Одан арқан есетін, қап оқитын жіп алынады. Тұқымында тек техникалық мақсатқа пайдаланылатын 18-20%-ға дейін май болады. Отаны Қытай деп есептеледі. Қазақстанда Каспий теңізінің маңында, мұғалжарда өседі.
Торғай, Балқаш, Алакөл ойысында, Іле, Күнгей алатауларында кездеседі. Келесі жалбыз тікен, немесе оны алтый деп атайды. Құлқайыр тұқымдас цилиндр пішінді 150 сантиметрге дейін бойдай өсетін сабағы бар көп жылдық өсімдік. Тік орналасқан жуан әрі қысқа тамырынан көптеген жанама тамырлар тарайды. Сабақтары тамырдан тікелей өсіп шығатындықтан жуан тамырдың жоғары жағы тармақталып, әрбір сабақтың түбінде жұлым-жұлым ұйысқан түктер болады. Ұзындығы әр түрлі. 2,5-15 см аралығында сағақты ара тісті жапырақтары сабаққа кезектесіп орналасады. Келесі Қазақстандағы кәсіптік ауланатын сүтқоректілер, балықтар және құстар. Олардың жағдайы жалпы табиғаттың аса маңызды байлығының бірі бұл жануарлар. Дүниесі ол өзіне кәсіптік, техникалық, дәрі-дәрмектік, шикізат, тағамдық өнімдері және адам қажетін қанағаттандыратын басқа да материалдық байлықтар алу үшін жаңағы пайдаланылатын табиғи ресурс болып табылады. Жануарлар дүниесінің ғылыми, тәрбиелік және де эстетикалық мақсаттар үшін маңызы зор. Қазақстан жерінде құнды тері, дәмді ет, дәрі-дәрмектік шикізат беретін жабайы аңдар мен құстардың алуан түрлері тіршілік етеді. Мұнда біздің елімізде кездесетін 1244 түрлі омыртқалы жануарлардың, яғни балықтардан басқасы, жартысына жуығы тараған. Бұларға сүтқоректілердің 158 түрі, құстардың 485 түрі, бауырмен жорғалаушылардың 52 түрі және қос мекенділердің 12 түрі жатады. Жер бетінде тараған омыртқалы жануарлардың арасында халық шаруашылығына аса маңыздыларының біріне терісі бағалы аңдар мен кәсіптік тұрғыдан ауланатын жабайы тұяқты жануарлар жатады. Қазіргі кезде Қазақстан бойынша жыл сайын 700-800 мың сомның бағалы жабайы аң терісі дайындалады. Өлкемізде таралған барлық сүтқоректілердің ішінде 50-ге жуық түрі әртүрлі маусымда терісі үшін ауланатын аңдардың қатарына жатады. Негізгі ауланатын хайкандарға андатыр, ақтиін, суыр, кәдімгі саршынақ, қызыл түлкі, қарсақ, қасқыр, қоян, күзен сияқты аңдар жатады. Сирек кездесетін, бірақ терісі аса бағалы бұлғын, құндыз, сілеусін, қара және сары күзен сияқты аңдар да бар. Сонымен қатар ауыл шаруашылығының зиянды су тышқаны, бұзаубас, ұшар, аламан секілді ұсақ кеміргіштер де ауланады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.